Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы 1988 жылы жарық көріп, 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Роман 1884 жылғы Шәуешек хаттамасында бекітілген Ресей патшалығы мен Цин империясы арасындағы шекара бөліс туралы. Бұл оқиға екі алып империя арасындағы жер бөлісі ғана емес, Шығыс Түркістанды мекен еткен қазақ халқында екіге айырған тарихи оқиға болды. Жазушы осы кезеңде шекараның арғы бетінде қалған халықтың тағдырын тақырып етіп алған. Романның бас кейіпкері Демежан тарихта болған тұлға. Жазушы ел үшін қызмет етіп, жанқиярлыққа барған адамның өмірі арқылы бүкіл бір кезеңдегі халықтың тұрмыс тіршілігін бейнелейді. Ол тек қазақ халқына тән жақсы қасиеттерді, әдемі дәстүрлерді, әдет ғұрыпты ғана емес, сол тұстағы қазақ қоғамында орын алған алауыздық пен рушылдық секілді қасиеттерді де шынайы көрсете алған. Роман композициясы 4 бөлімнен және эпилогтан тұрады. Алғашқы «Жол торап» атты бөлімінде Демежанның шаңырақ көтеріп, шекара комиссиясы құрамында қызмет етуі, билікке араласуы, оқуы, ізденуі, ой өрісінің өсуі сипатталса, «Тағдыр» талқысы атты екінші бөлімінде Демежанның жеке өміріндегі қиындықтар, әкесінің өлімі, ағайын арасындағы алауыздық баяндалады. «Уақыт керуен» деп аталатын үшінші бөлімі Демежанның ұлт үшін істеген азаматтық істерін арналған. Соңғы «Дар ағашы» атты 4-ші бөлімінде Демежанға жазықсыз жала жабылады да дарға асылады. Романның қысқаша сюжеті осындай. Шығарма тауын тек роман кейіпкерінің басынан өткен жайлар, оның есею, кемелдену, өсу жолы деп қана түсінбей, көшпелі тіршіліктен отырықшылдыққа бет бұрған тұтас бір халықтың тағдыры деп түсіну керек. Елім айлап еңіреген, бодандық қамытын киген халықта өзге ұлттармен тең дәрежеде тұратындай өркениетке жеткізсем, өзіне өзін биетсем деп көксеген жанның өзек жарды армандары романның басты идеясына айналған.